بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان айы баршамызға мүбәрәк болсын. Аллах Таала осы айда көптеген игі істерді атқарып, Алланың ерекше мейіріміне бөлінетін құлдарының қатарынан еткен болсын. Біздің бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз осы ораза. Аллах Таала бізге оразаны бұйырды, міндет етті. Ал енді кейбір Құдайдың пенделері сол Құдайдың бұйырған міндетін атқару барысында жалқаулық танытып, немесе қиын екендігін айтып, осы Алланың міндетін орындамай жүреді. Шындығында Алланың берген бұйрығы бізге ораза қиындық па? Немесе ораза ұстау қиын ба? Бұл қиыншылық па? Соған тоқтала кеткеніміз келіп отыр. Жалпы айтатын болсақ, Алланың барлық бізге бұйырған құлшылықтарында біз үшін қиындық жоқ. Өйткені Аллах Таала бізге пенде өзі көтере алмайтын жүкті жүктемейміз дейді. Демек біздің шамамыз келетін нәрсені ғана Аллах Таала бізге жүктеген екен. Ал енді рас бұл шариғат, Алланың діні, үкімдері тауларда, аспандарда көтере алмаған сондай үлкен жүк. Бұны Құран кәрімде Аллах Таала оларға жүктеген кезде олар көтере алмаймыз деді. Сөйтіп адам баласына жүктедік дейді. Адам баласына жүктеді ма, соны атқару үшін Аллах Таала сондай күш құдірет бізге берді. Бізде бар ол. Бірақ біз соны іске қосуымыз керек. Ал енді оразаның қиындықтарын, ел аузында жүрген қиындықтарды айта кететін болсақ, солардың бірі мына қазір шілде айына келіп тұрғаны, осы жылдары, осы уақыттарда бірнеше жыл бойы ораза осындай ыстық күндерге тура келетінін айтады. Күн ыстық, суға қиналамыз, күн ұзақ болады, тамаққа қиналамыз деп. Немесе тағы да бір айтатын сылтаулары, мейлі ол күн ыстықта болсын, күн суықта болсын, менің жұмысым сәйкес келмейді. Мен жұмыста өтірік айтып қоям, ашуланып қоям, біреуді ұрсып қоям, ғайбаттап қоям, маған ораза ұстауға болмайды деп жатады. Осылардың барлығына шындығында бір тоқтала кететін болсақ, оларға бір жауап бар ма? Әлгі адамдар өмір бойы жұмыс істеп солай өтіп кете бере ма? Оразаны ұстамай, Алланың берген бұйрығын орындамай. Ораза Аллах Таала тек қана бір мезгілге бекітіп қойған жоқ. Ол мына біздің 2012 жыл санағы бойынша есептейтін болсақ милади дейміз. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеден Мединеге қоныс аударған уақыттан бастап алып, кейіннен сахабалар ислам тарихын, мұсылмандардың тарихын белгіледі, оны хижри дейміз. Екеуінің айырмашылығы жылына бір 10 күндей айырмашылық береді. Яғни 365 күн мына миладиде болса, 355 күн хижриде болады. Бір айлар 29 күн болады, бір айлар 30 күн болады. Ол айдың туына байланысты. Ал енді сол тұста қарап отыратын болсақ, жылына 10 күннен айырмашылық бергенде 36 жылда әлгі 365 қайта шығады екен, 360 күн, сөйтіп бір айналып қайта келіп отырады. Яғни биыл міне осы шілдеде ұстап жатқан болсақ, 36 жылдан кейін қайтып осы жерге айналып келеді. Ол дегеніміз күзде де болады ораза, қыста да болады, көктемде де болады. Демек Аллах Таала бір мезгілге қатырып қойған жоқ. Яғни тамаққа шыдай алмайтын адам мысалы, қыста қиын ол кісі үшін ораза ұстау. Ол суға шыдап жүре береді. Ал енді жазда суға шыдай алмайтын кісілер, мен тамақ жемесем жүре берем, алайда суға шыдай алмаймын дейді. Бұл арада Аллах Таала екі пенде үшін де беріп атқан сынағы. Біреуге қыста, біреуге жазда. Ал енді жақсы, оның қиындылығына тоқталатын болсақ, әсіресе дәл қазір біз ел аузында естіп жүрміз, шілдеге келіп қалды биыл. Ой, биыл ұстау қиын деп жатады. Аға, былтыр ұстадыңыз ба? Иә, ұстадым. Былтырғыдан 10 күн емес пе бері қарай? Сонда ақсы десең, шындығында солай екен деп ойланып та қалып жатқандары бар. Ал енді қарайтын болсақ, бұл Алланың бізге бұйрығы. Біз егер соны сезіне білсек, менің Раббымның мені жоқтан бар етіп жаратқан, мен ананың құрсағына сондай бір тамшы су болып түскен кезімде, үш қараңғылықтың ішінде менің қолым жоқ, аяғым жоқ, сол уақытта маған рызық берген, менің өмірге келтірген, менің Раббым маған бұйырып жатыр деген түсінік болатын болса, ол адам үшін Раббісінің қандай да бұйрықтары болса, ол қиындық болып саналмас еді. Біз Алланың бұйрықтарын қиын деп атқан себебіміз, біз Алламызды дұрыс тани алмағанымыз. Аллаға деген шынайы махаббат бере алмағандықтан бізге оның құлшылықтары, оның бұйырған бұйрықтары қиын болып көрінді.
Сондықтан да ораза пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға түскен Құран кәрімде Аллах Тағала ораза туралы не дейді? Сендердің алдындағы үмметтерге де бұйырылды дейді. Сендердің алдындағы үмметтерге парыз етілгендей, сендерге де парыз етілді деп жатыр. Демек тек қана бізге берген жоқ Аллах Тағала. Әу бастан Адам алейхиссаламнан бастап келе жатқан әрбір үмметте, әрбір адамның ұрпақтарында Алланың бұйырған бұйрығы бұл ораза. Бұл бар. Атқарылу дәрежесі әр үмметтік әртүрлі болғанмен Аллах Тағала тарапынан болған ораза бұл әу бастан бар. Демек тек қана бізге ғана бермеген. Яғни бұл дегеніміз не? Құдай Тағала жаңа қиын деп жүрген кісілерге бізді ғана қинап жатыр деп түсінбеңіз. Бүкіл үмметке берілген. Және де бұны қиыншылық деп түсінбеуіміз керек. Ал енді соны бұйырдық дейді, ар жағында не үшін? Аллах Тағаланың әрбір бізге бұйырған бұйрығында бір сыр жатыр. Оның астарында бір мағына бар. Не үшін? Бостан босқа емес. Әлемнің өзін Аллах Тағала бостан босқа жаратқан жоқ. Ол жерде де бір сыр бар. Бұл құлшылықты не үшін берді? Аяттың ар жағында айтады, сендер мүмкін тақуалыққа жетсерсіңдер дейді. Демек, ораза ұстау арқылы біз тақуалыққа жетсе дегенбіз. Тақуа болу ол Алладан қорқу деген сөз. Алладан қорыққан адам шынайы. Ол Алланың мейіріміне бөлене алатын адам. Ол Алланың жәннатына ие болатын адам. Ал енді сондай жәннатқа ие болу, Алланың мейіріміне бөлену ол өздігінен болмайды. Сондай тақуалыққа жетсу арқылы. Ал ол тақуалыққа жетсудің бір жолын Аллах Тағала міне осы аятта оразамен байланыстырып тұр. Ораза ұстайтын болсақ. Ал енді ораза ұстаған кезде біз не нәрселерден тыйыламыз? Жаңағы екінші себеп. Менің жұмысым сәйкес келмейді, мен ашуланып қоям, мен ұрсып қоям, мен ғайбаттап қоям, мен өтірік айтып қоям дейді. Ондай кісілердің де айтатын уәжі бар. Ораза дейді бұл, ораза ұстаған адам өтірік айтпау керек, ораза ұстаған адам ашуланбау керек, ораза ұстаған адам дұрыс. Хадистерден келтіріп қояды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерін айтады. Солай емес пе дейді? Иә, солай. Алайда ораза ұстаған кезде ораза ұстаушылардың да өзінің деңгейлері болады. Соған қысқаша тоқталып кетсек, сонда осы мәселенің басын ашып аламыз. Ораза араб тілінде саум дейміз. Саум ол тілдік мағынасы тыйылу. Не нәрседен тыйыламыз? Кісі өзінің өңештен өтіп қарнына түсетін, яғни тамақ жеу. Содан тыйылады. Екіншісі жыныстық қатынастан тыйылады. Енді бұл екеуінің ораза емес кезде адалынан тауып жесең асың саған адал. Ал өзіңнің әйеліңе баратын болсаң, жыныстық қатынаста ол да адал. Қарап отырсаңыз. Енді оразада таң атқаннан бастап күннің батқанына дейін осы екеуі адал болған екі нәрсе, сенің өз қолыңмен илеп пісірген наның, адал тауып келген тамағың адал, бірақ таң атқаннан күн батқанға дейін ораза ұстасаң, ораза ұстап ниетке кірсең, ниет етіп оразаға кірсең, бұл нәрсе сен үшін арам. Аллах Тағаланың сынағын қараңыз. Адал болған нәрсені уақытша саған арам қылып жатыр. Ол жерде де үлкен сынақ, үлкен сабақ бар. Аллах Тағала бізге сол нәрселердің қадіріне жету үшін де бір өмір бізге сол нәрселерді харам етіп қойсашы. Жоқ, сонша нәрсені Аллах Тағала сендерге адал етіп бердім деп. Алайда біз пенде соны жеп жүріп, соны ішіп жүріп, оның қадіріне жетпейміз. Бір ай шамасы тыйылып қойса, ол да болса күндіз, шамал болса да қадіріне жетеміз. Я Алла, 12 ай бойы осылардың бәрін арам етіп қойғанда қолымнан не келер еді? Я Алла, өзіңе шүкір деп оның қадіріне жетеміз. Ал енді осы жерде тоқталатын нәрсе, бізге демек тыйылу не нәрседен? Жыныстық қатынаспен тамақтан тыйылу. Тамақ ішіп жеу, яғни өңештен өтетін нәрселер. Кейінгі заманда мына қан тамырлары арқылы, немесе жаңағы уколдар арқылы күш беретін дәрілерді ғалымдарымыз олардың да тыяды. Неге? Өйткені оларда тамақтың орнына жүреді. Кейбір адамдар ауырып жатады қаншама уақыт төсекте. Сол уақытта олар сол әлгі ине арқылы күш алып жатады, қоректеніп жатады. Сондықтан да оразаның мақсаты аштықты сезіну ма? Демек ол нәрселерде болмайды деп ғалымдарымыз үкім шығарады. Демек біз не нәрседен тыйылады екенбіз? Ішіп жеуден және де жыныстық қатынастан. Болды. Кімде-кім осы екеуін істейтін болса, оның оразасы бар деген сөз. Бұл оразаны жалпы ораза, жалпы қарапайым халықтың ұстайтын оразасы дейді ғалымдарымыз. Ал енді бұдан асып түсіп, шамалы жоғарғы бір деңгейде ораза ұстайтын адамдар бар екен. Олар кімдер? Олар қарапайым халықтың істеген істейді, ішіп жеуден тыйылады, жыныстық қатынастан тыйылады. Онымен қоса өзінің дене мүшесінде күнә істерден тыяды екен.
ораза ұстап алдым деп тілімен кез келген адамды балағаттап, сөгіп, оны арын айрандай төгіп жатпайды. Ораза ұстап алып, біреуді ғайбаттап жатпайды. Ораза ұстап алып, өзгелерге зұлымдық көрсетпейді. Яғни дене мүшесінің барлығына ораза ұстатады. Тек қана жыныстық мүшемен қарынға ғана емес, асқазанға ғана емес, ол дене мүшесінің барлығына. Өйткені ғалымдарымыз әлгі аяттың мағынасы да неде дейді? Тақуалыққа жетсерсіңдер деп жатыр дейді. Демек тақуалыққа жетсу үшін ол кісілер күндіз ораза ұстап, әлгі екі нәрседен қарапайым халық ұқсап тыйылып, сонымен қоса тағы да жоғарғы бір деңгейге ие болады. Аяттың өзіне мән беретін болсақ, сендерге дейді. Осы жерде араб тіліндегі аятты оқитын болсақ, кутиба алейкум деп жатыр. Алейкум деп, аля деген сөз араб тілінде бір нәрсенің үстіндегі мағынаны білдіреді. Менің қолым мынаның үстінде дейтін болсақ, алал, аля деп келтіреді, үстінде. Аллах Тағала сендердің үстілеріңнен парыз етті деп жатыр. Сонда ұстаздарымыз, ғалымдарымыз айтады, үстімізден парыз етілген болса, онда неге шашымыздан бастап тырнағымызға дейін бүкіл денемізге ораза ұстатпасқа дейді. Сөйтеді тағын дене мүшенің барлығын күнәстерден тыяды. Алланың адал етіп қойғанынан тыйылып жүрген кезде неге біз күнәні істеп жүруіміз керек деп. Міне бұл бір саты жоғары. Осы тұста әлгі кісілер шатыстырып алып жатады. Жалпы оразамен хас дейді. Жеке адамдардың, таңдаулы адамдардың оразасын шатыстырып алып жатады. Ол деңгейдегі ораза. Ол туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Кімде кім хадисінде келтіреді. Ман лам яда'a қаула зури вал амалу бихи, кімде кім өтірік айтумен және де сол өтіріктің төңірегіндегі іс-әрекеттердің барлығын қосып жіберіп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол нәрселерден тыйылмаса дейді. Фалайса лиллахи хаджатун ан яда'a та'амаху ва шарабаху, оның аш жүріп шөлдеп жүргеніне Аллах Тағала мұқтаж емес дейді. Демек қарап отырсаңыз, ол бекер деген сөз. Оразасының барлығы бекер ол. Алла мұқтаж емес оның оразасына деп жүр. Алайда ғалымдарымыз не дейді? Біз қарапайым халық егер осы хадисті тікелей оқып алсақ, әлгі сылтаулатып жүрген бауырларымыз ұстап түсінеміз. Ондай болса ораза бекер екен, ұстамай-ақ қояйық деп. Жоқ. Ғалымдардың қарапайым адамнан парқы осы да, хадистің мағынасын түсіне біледі. Ол жердегі деңгей айтылып жатқан бір саты жоғары, әлгі тақуалыққа жетсерсіңдер деген. Ал енді жаңағы айтып кеткен бірінші сатыдағы ораза, сол арқылы желкесінен оразаның міндеті түседі оның мойнынан. Оразаның парызы түседі. Алайда тақуалыққа жетісу үшін, көбірек Алланың сүйікті қолдарының қатарына жақындау үшін, ол әлгі екінші сатыға өту керек. Егер шамасы келсе, сол екінші сатыдағын орындап жатса, оның оразасы жоғарғы ораза болып саналады екен. Шамасы келмеді ма? Мен өтірік айтып қояды екем, мен ғайбаттап қояды екем деп, әлгі бірінші сатыдағы өзінің мойнындағы парызынан да құр қалып жүрмесін. Ұстай беру керек. Енді ол кісілердің тағы бір ерекшелігі, күндіз дене мүшесін арамнан тыяды. Асқазан мен жыныстық қатынасын адал болған өзінің жары мен тамағынан тыяды. Сөйте тұра кешкісін ауыз ашқан кезде, күндіз адал болған тамақты жемей жүргенде, кешкісін ауыз ашып алып, харамды қалай жеймін, күмәнді тамақтарды қалай жеймін деп, кешкі ауызашардағы тамағына да мән береді екен. Міне бұл нағыз жоғарғы деңгейдегі тақуа адамдардың іс-әрекеті. Сондықтан ағайын, шамамыз келгенше бізде күндіз барынша тыйылдық па Алланың адалынан, кешкісін үйімізге, дастарханымызға, ауызашарымызға арам тамақты алып келуден тыйылайық ағайын. Барынша адалдан еңбек етуге тырысайық. Бір Құдай біледі қанша өміріміз бар екен. Сол арамды жинап, соны жей алмай өліп кетуіңді мүмкін. Соның рахатын көре алмай кетуіңді мүмкін. Адалдан жина. Аз жесең де, қанағат қылсаң, бұл дүниеде де бәрібір күнің өтеді. Ақыретке барғанда керісінше Алланың мейіріміне бөленген құлдарының қатарынан табыласың. Сондықтан да әлгі ерекше адамдардың, таңдаулы адамдардың оразасы бұл міне осы екінші сатыдағы. Ал енді одан да жоғары сатыдағы ораза ұстайтын кісілер болады. Олар өте сирек кездеседі. Олардікі қандай ораза? Олар әлгі бірінші сатыдағылардың жыныстық қатынастан тыйылып, ішіп жеуден тыйылады. Бір, онымен қоса екіншісі дене мүшесінің барлығына ораза ұстатады. Екі, яғни жаман нәрсені істемейді, жамандыққа бармайды. Үшіншісі, жүрегімен тіпті жаман нәрсені ниетіне де алмайды. Ол әркімнің қолынан келетін нәрсе емес. Жаман нәрсенің өзін ниетіне алмайды. Кімде-кім ораза ұстап жатыр, әлгілердің барлығын орындап жатыр, жаман ниеттен тазаланып жүр. Бұл өте сирек кездеседі.
әркімнің шамасы келмейді деп айтып жатқан себебім сода. Кісі шамасына қарап әрекет жасау керек. Ойына жаман ниет келді ма, бұл ең жоғарғы сатыдағы оразаны бұзылады, оның оразасы. Ол кейінгі деңгейдегі. Аузы ашылып кетпейді, бірақ сол деңгейге лайықты бола алмай қалады екен. Одан кейінгі деңгейде болады екен. Демек, құрметті жамағат, арамызда шамамыз келетіндер бар ма? Барынша осы жоғарғы деңгейдегілерге тырысайық. Шамамыз келмеді ма, ең төменгі деңгейдегі оразаны ұстайық. Сол арқылы мойнымыздан түседі, қарызы түседі. Қосымша қанша сауап береді, оны бір Алла біледі. Алайда біздің мойнымызға деген қарыз түседі ағайын. Ал енді жаңа айтып кеттік. Осы оразаның шілдеде кеп жатыр, қиын, ыстық деп жатырмыз. Бұл біз жай айтып жатқан сылтауымыз. Егер пенде өз-өзіне сұрақ қойсын, немесе қасында отырған адам сұрақ қойсын екінші пендеге. Дәл сол секілді менде көрерменге сұрақ қойғым келіп отыр. Бір жұмыс бар деп айтса сізге. Күніне 10 сағат жұмыс істейсіз. Ыстыққа, суыққа қарамайды. 10 сағат күніне жұмыс істейсіз. Дереу сіздің ойыңызға қиындық пайда келеді. Қиын ғой бұл. Сөйтесіз тағын ары қарай тағы қосып жатыр, аптасына 6 күн істейсіз дейді. Жылына демалыс беріле ме, берілмей ме, ол да белгісіз, жұмысыңа байланысты. Сіз ол жұмысты қиын деп, ол жұмысқа бармаймын деп шешіп бастайсыз. Ең соңында сізге сіздің алып жүрген жалақыңыздан 10 есе жоғары береміз десе. Немесе қазіргі тілмен айтқанда $500,000 айлық десе. Әлгі айтылған қиындықтың барлығы естен шығып кетеді. Солай емес пе? Дәл солай. Неге? Өйткені қашанда оған берілетін, одан келетін пайда адам баласының көзіне түскен кезде қиыншылықтың бәрін ұмытып кетеді. Егер де солай болатын болса, онда біз Аллах Тағаланың бізге беретін пайдасы нендей? Неге біз соған назар салмаймыз? Егер Алланың беретін пайдасына назар салатын болсақ, онда біз әлгі қиыншылықтың барлығын ұмытып кетерек қой. Бұл дүниенің болмашы ары кетсе 80-90 жыл жасайтын, оның барлығында соның барлығының ләззатын көре алмайсың. Бірде ауру боласың, бірде ұйқыда боласың, бірде тағысын тағы. Сөйте тұра осы дүниедегі азын-аулақ рахатқа қол жеткізу үшін барлық қиыншылықтарға шыдаймыз. Ал мәңгі болған рахатқа қол жеткізу үшін неге азын-аулақ қиыншылыққа шыдамасқа? Егер бір пендеге айтатын болса, саған 80 жыл өмір, алтыннан болған барлық жағдай саған жасалып тұр, міне. Бірақ 80 жыл өмір сүресін болды. Ал енді оның қарсысында бір өмір, мәңгі өмір сүресін. Бірақ қыштан болған, кәдімгі лайдан болған үй, саған жағдай толыққанды жасалмаған десе, ақылы дұрыс пенде мәңгі болған таңдар еді. Неге? Өйткені ол бәрібір әлгі рахаттан да ол 80 жыл ары қарай жоқ. Бұл дүниеде әзіргі таңда бізде керісінше Аллах Тағала осы лайдан болған үйде шамалы ғана сабыр ет, мәңгі алтыннан болған жәннатты берем саған деп тұрса, біз біріншіні таңдап жүрміз өкінішке орай. Сондықтан Аллах Тағаланың беретін сауабын біз көз алдымызға елестетсек, соған шынайы сене білсек, соған иманымызбен, яқинімізбен сене білсек, біз ондай құлшылықты орындау барысында қиыншылықтарға көз жұмған болар едік. Шынайы мына ғашықтар, бұл дүниедегі Құдайдың жаратқан пендесіне ғашық болған, сол ғашықтық ауруына ұшырағандар, ол өзінің махаббатының қаншама оған шарттар қойса да, ол соған көнеді. Соған көніп, соның барлық айтқанын істейді. Мысал деп көп келтіріп жатамыз Қайыстың мысалын. Қайыс деген жігіт Ләйлаға соншалықты махаббат болған кезде тентек деген атақ алған екен, Мәжнун деген. Ләйла Мәжнун деп жатады. Сол соншалықты иттің табанын сүйуге барады екен. Дуалдарды сүйеді екен. Не мына істегенің деген кезде қайдан білейін? Ләйланың басып келген жерін басты ма екен мына ит? Мына дуалдардан Ләйла ұстап өтті ме екен деп, оған деген махаббат оны соншалықты ақмақтыққа дейін алып барып жатыр. Біз Аллаға деген махаббатымыз шынайы болатын болса, Алланың кез келген бізге қойған шарттарына көнетін едік. Кез келген Алланың бізге бұйрығы ол қиын болып саналмас еді. Біз шынайы Алланы сүйе білейік. Бір кісіге біреудің үкімін жүргізу үшін, бұл дүниеде жай қарапайым мысал. Бір адамға біреудің үкімін жүргізу үшін оның кім екендігін дәрежесін айтуың керек. Оның әкім екендігін білгенде оның үкімі жүре бастайды. Сондықтан да Құдайдың үкімін жүргізу үшін біз алдымен оған Құдайды таныта білуіміз керек. Құдайға деген махаббат оның жүрегіне ұялата білуіміз керек. Сонда бар бол Құдайға деген махаббаты, Құдайға деген оның ғашықтығы оның жүрегінде пайда болса, сонда Құдайдың әмірлері оған оңай бола бастайды.
кез келген бүгінгі таңда қиын деп жүрген құлшылығының өзі де ыстық күнде, ыстық шілдеде ораза ұстау оған қиын болмайды. Неге? Ол оның ғашығының, ол оның махаббатының бұйрығы екендігіне оның көзі жетеді. Сондықтан да біз ең алдымен қиын емес деген сөзді ортаға салмастан бұрын біз не нәрсеге мән беруіміз керек? Біз ол кімнің бұйрығы? Ол Алланың бұйрығы екендігіне мән беруіміз керек. Ал Аллах Тағала бізге нендей нәрселерді беріп қойды? Егер Алланың нығметін санайтын болсаңдар, есебіне жете алмайсыңдар дейді. Мән беретін болсақ, осы жерде осы аятта нығметтерін деп жатқан жоқ, нығметін деп жатыр. Жекеше түрмен айтып жатыр. Бірді кез келген адам санайды ғой. Жоқ, Аллах Тағала бір нығметтің өзіне есебіне жете алмайсың деп жатыр. Ол қалай? Алланың кез келген нығметін алып көріңізші. Бір нығмет, ауа нығметін алайықшы. Бірақ нығмет, басқаларын жестіріп қояйық. Соның есебін бере аласыз ба? Өміріңізде қанша ауа жұтып, қанша ауа шығарғаныңызға. Жұта алмасаңыз өліп кетесіз, шығара алмасаңыз да өліп кетесіз. Көз нығметін, осы көзбен қаншама жерге қарадыңыз, қанша Алланың нығметтерін көрдіңіз. Сол есебіне бара аласыз ба? Қанша жұмсағаныңыз. Бір нығметтің есебіне бара алмайсыз. Шүкірін оның ада ету екі бастан. Соншама нәрсені Алла бізге берді ма? Неге соның айтқанын біз орындамасқа деп, егер адамда сондай сезім пайда болса, ол әлгі қиыншылықтың бәрін жоқ қылып жібереді. Сондықтан құрметті ағайын, оразаның қиыншылығынан ешқашан қорықпаңыз, ешқандай қорықпаңыз. Аллах Тағала пендені, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бірде мысал келтірген екен. Алла пендені қаншалықты жақсы көретіндігіне. Кей кісілер былай деп ойлайды, Құдай Тағала бізді сынақ үшін жіберіпті, бізді жақсы көрмейді екен, қинайды екен, үйтеді екен. Жоқ. Алла пендені соншалықты қатты жақсы көреді. Жақсы көргендігінен емес па? Құдайың қайда деп жүрген адамға да мүмкіншілік беріп жатыр ғой ауа жұтуға. Оны да жақсы көреді Құдай. Оны да күтіп жатыр, қашан тәубе етеді екен деп. Оған тәубені жеткізу біздің міндетіміз, сіз бен біздің міндетіміз ағайын. Ол Құдайын танымағаннан кейін сондай сөздерге барып жатыр. Ал енді пендені қаншалықты жақсы көретінін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи былай деп түсіндіреді. Бірде сапардан келе жатыр, жорықтан келе жатады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Сонда әркім өзінің біреу баласын іздеп жүр, біреу анасын іздеп жүр, біреу әкесін іздеп жүр. Бір-бірін сөйтіп жүргенде бір ана жүгіре баласын іздеп, баламды жоғалтып алдым екен, балам майданда шейіт кетті екен деп іздеп жүріп баласын тауып, баласын қатты құшақтап, құшағын алып жатқанын көріп, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: "Ей жамағат, қараңдаршы, мына ана өз баласын отқа тастай ала ма?" деген екен. Сонда: "Я Расулаллах, қалай тастасын? Көріп тұр ғой оның қанша әрекетін, жүгіріп балам деп зыр жүгіріп жатқанын, қалай ол тастасын?" дегенде, пенде Алланың пендесі, Аллах Тағаланың оған деген махаббаты соншалықты, мына ананың балаға деген махаббатынан 70 есе жоғары деген екен. Қараңыздар, Алланың махаббатында шек жоқ. Ол біздікінде ол шек бар. 70 деген сөз араб тілінде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 69, 70 деген мағына емес, шексіз деген мағына. Аллах Тағала өз пендесін шексіз жақсы көре тұра, қалай ол өз пендесін қинасын? Демек бұл қиыншылық емес, ол біздің миымыздағы қате түсіну, ол қиыншылық деп түсінеміз. Сондықтан Алла пендесін жақсы көре ма? Жақсы көрген ешқашан өзінің сүйіктісіне қиыншылықты жүктемейді ағайын. Сондықтан да бұл жеңілдік деп, бұл біз үшін берілген мүмкіншілік деңіздер. Неге? Өйткені Алла Тағала пенденің барлық амалы өз үшін дейді. Хадис құдсиде келеді: "Күллі амал ибн Адам лаху." Барлық амалы өз үшін. Намаз істеп жатырмыз, басқа өзіміз үшін. Неге? Алланың мейіріміне бөлініп әйтеуір жәннатқа кіріп кетсек екен. Бұл дүниеде нәпсімізді тыйып жүрміз. Қаншама кісілер өз қалауын, шахуатымен жүгіріп жүр. Дүниеге кеп қалдық екен, бір келдік екен, біз қалағанымыз істеп қалайық деп. Біз шахуатымызды тыйып жүрміз. Соның барлығын Аллах Тағала не дейді? Өз үшін дейді. Өз үшін деп жатыр. Илля саум, тек қана ораза. Бұл мен үшін дейді. Ораза бұл мен үшін. Ал енді оның сауабын мен өзім беремін дейді. Қараңыздар, бұл дүниеде кез келген адам бір мекемеде жұмыс істеп жатсыздар. Мейлі үкіметте дейік, мемлекеттен, сол ұйымнан айлық алып жатсыз, жаңағы жалақы алып жатсыз, марапаттау, жаңағы ақшалары беріліп жатады, жақсы жұмыс істеген үшін. Ал енді сол ұйымның басшысы өзі жеке шақырып алып сізді марапаттап жатса, мына бір жұмысты қатырып істедің деп, немесе елбасының өзі сізді арнайы шақырып алып марапаттап жатса, қандай сезімде боласыз? Аллах Тағала не деп жатыр? Мен оның сауабын өзім берем деп жатыр. Өйткені ол амал мен үшін дейді. Ол сыр. Кісі намаз оқып отырса, басқалар көруі мүмкін. А сен ораза болып жүріп, кісі біреу зекет беріп жатса, басқалар білуі мүмкін оны. Бұл жерде ораза Алла мен пенденің арасындағы
Сыр ешкім білмейді. Ана қараңғы тамға барып жей басаң да болады ғой. Жоқ, жемей жүрсің сен. Сен Алладан қорқып, Алланың бұйрығы деп соны орындау барысында жүрсің, Аллах Тағала оның сауабын өзім берем деп жатыр. Ал енді көз алдыңызға елестетіңіз. Адам алейхиссаламнан бастап қиямет күніне дейін келетін барлық адамның алдында, бүгінгі таңда 6 миллиард адам бар, барлығының алдында шақырып, сізді жеке алдына шақырып, өзі сыйлық беріп жатса, не үшін? Ораза үшін. Ал енді қалай сіз сондай Алланың жеке өзінен алатын, сыйлық алатын мүмкіншілік, ол бірақ ораза, ол басқа намазды, түнгі тахаджудты, басқа қажылықты айтып жатқан жоқ, оразаны айтып жатыр. Соны қалайша сіз енді қиыншылық дейсіз? Сондықтан бұндай ойлардан біз арылуымыз керек. Бұл керісінше бізге берген мүмкіншілік, үлкен бір сыйлық деп қабылдауымыз керек. Тағы бір айтып кететін жайт, жаңағы екінші деңгейдегі ғайбаттан тыйылып, өсектен, өтіріктен тыйылып жүрген адамдар ораза барысында өтірік сөйлеп қойды дейік, ғайбаттап қойды дейік. Ғайбат айтты ма, өтірік сөйледі ме, Алла Тағала оның оразасына мұқтаж емес, бітті, оның оразасы ашылды деп жатады. Кей кітаптарда да жазады. Кісілер сол кітапты оқып алады тағын, осылай хадис бар екен ғой, демек болды ғой, менің оразам бұзылды ғой деп жатады. Жоқ, ораза бұзылмайды, бәлкім жоғарғы деңгейдегі оразадан айырылады, төмендегі деңгейдегі оразада санала береді. Ал енді ұмытып жеп қойса, тағысын тағы оның үкімдеріне толық кейіннен тоқталып жатамыз. Ұмытып жеп қойған адамға Аллах Тағала ол жеке өзінің тамақтандырғаны болып есептеледі, ол оразасын жалғастыра береді. Ал енді біліп тұрып, әдейі емес жұтып қойса, дәрет алу барысында тағысын тағы оған кейіннен тоқталамыз иншалла. Ал енді құрметті жамағат, сіздерге айтарымыз, Рамазан мүбәрәк болсын. Осындай ерекше айда, Алланың мейіріміне ерекше бөленетін айда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірде минберге шығып баратып айтады: әмин. Екінші баспалдаққа әмин, үшінші баспалдаққа әмин. Сонда сахабалар сұрайды: я Расулалла, әдеттен тыс нәрсе істедіңіз, бұл не? Деген кезде періште келіп дұға етті, мен оған әмин деп, солай болсын деп тұрдым дейді. Ол не нәрсе я Расулалла дегенде, соның бірі Рамазан айы кіріп, Рамазанда Алланың мейіріміне бөлене алмай кеткен адам, Алланың лағнеті болсын, жүзі жерге сықалансын, құрдымға кетсін ол адам деп сондай лағнат айтқан кім? Періште. Және де оған әмин деп дұғасы қайтарылмайтын пайғамбар солай болсын деп отқан екен. Демек сондай айда біз Алланың мейірімінен құр қалмайық. Періштенің дұғасы, пайғамбарымыздың оған әмин деп қосқан екі бірдей лағнетке лайық болудан сақ болайық. Ораза келді. Оразада тырысайық барынша тақуалыққа жетісуге. Бұл айда, ораза айында қандай түн бар? Қадір түні бар. 1000 айдан абзал түн бар. Басқа бір үмметтерге берілмеген сондай түн бар. Ал енді сіз ораза бойы кез келген қалағаныңызды істеп, сол бір түнде барып алып, бір сол құлшылықпен, тақуалықпен құлшылық істейін дейсіз ба? Ол көп адамның шамасынан келмейді. Сахабалардың өзі ораза ұстап алып, ары қарай 6 ай бойы, е Алла, оразамды қабыл етші. Ұстаған оразамды қабыл етші десе, келесі жарты жылға, е Алла, келе жатқан оразаға аман есен жеткізші деп дайындықпен кіреді екен. А сіз бір түнге, жыл 12 ай бойы ешқандай дайындықсыз жүріп бірден барып тақуалыққа жетсем дейсіз ба? Жоқ. Қиын ол нәрсе. Сондықтан бір ай бойы тақуалық арттырып баруымыз керек. Ал енді оразаның өзіне дайындықпен кіру үшін Аллах Тағала ереже айын қойды, Шаабан айларын қойды. Сол айларда да ораза ұстап, дайындалып, тақуалықпен баратын болсақ, ораза бізге ешқандай қиыншылық болмайды. Қайта ораза біз үшін рахат болады. Ораза, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, қалқан дейді. Сол қияметтің күні бізге қалқан болады, тозақ отынан қалқан болады. Бұл дүниеде күнәлі істерден қалқан болады. Сондықтан құрметті ағайын, мына келген ораза баршамызға құтты болсын. Оразада көптеген сауапты амалдарды істеуді Алла нәсіп етсін. Ораза айында Алланың ерекше сүйген құлдарының қатарынан болуды Алла жазған болсын. Бір-бірімізді ренжіткен болсақ, бір-бірімізден қарыз болсақ, немесе жаңаға тағысын тағы пенделікпен бір-бірімізден ренжісіміз болсақ, барып кешірім сұрап оразаға жақсылап дайындықпен кірейік. Оразаға алдын ала дайындалайық. Бұл жаңа айтып кеттік қой, Алланың бізге берген ерекше сыйы. Өзім берем деп тұрған ерекше сыйынан біз құр қалмайық. Қияметтің күні Алланың алдына барып, сап-сап болып тұрып, Алланың алдында ерекше Алланың өзінен тікелей сыйлық алып жатқан пенделерді қарап, әттеген ай, неге мен нәпсімді тыймадым екен деп, әттең деп бармақ тістегендердің қатарынан болып қалмайық. Субханак Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта настағфирук, ва натубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.